Армысыздар. Мен Есеғыз Айым, Алматы облысы Талдықорған қаласының тұрғыны болып саналамын. Өзім оқытушы болып, Жетісу университетінде жұмыс жасаймын. Осыдан 3 жыл бұрын тұрғын үй құрылыс жинақ банкісінен бір бөлмелі пәтерге ие болдым. Пәтерді алмас бұрын біз баспана KZ сайтында жарияланған конкурсты көріп, өте қуанып отбасымызбен сол конкурсқа өтініш берген болатынбыз. Өткен беттен бізге ары қарай өзіміздің төлеу қабілетімізді растау үшін құжаттарды өткіздік, конкурстан өттік, одан кейін қалайтын квартиралардың тізімдерін жасадық. Соның негізінде осы 6-шы шағын ауданнан, Болашақ шағын ауданынан бір бөлмелі пәтер алдық. Өте ыңғайлы жерде орналасқан, балабақша, мектеп, өзімнің жұмыс орным барлығы қолаттам жерде тұр. Үйді алғар алдында енді біз өзіміз сол пландап жүрдік. Жас отбасы ретінде біз жеке шығуды жоспарладық. Осындай мүмкіндік пайда болғанына өте қуанып, соны бірден соған өтініш бердік. Үйді іздегенде негізінен ешқандай қиындық туындаған жоқ. Бастапқыдан бұндай конкурс жарияланбас бұрын біз өз қаражатымызды дұрыс жоспарлай алмадық. Яғни біз бастапқыда ол 50-50% беру керек болғандықтан біздің бір бөлмелі, 2 бөлмелі пәтерлерге біздің қаражатымыз жетпей тұрды. Содан кейін осындай бір бөлмелі пәтерлер, малогабаритный дейді ғой, малогабаритный үйлердің конкурс жарияланып жатқаннан кейін өте қуанып, соған бердік, яғни 30% жарнамен берілгендіктен. 2,5 жыл бойы осы үйдің ай сайынғы төлемдерін төлеп отырдық. Енді осы 2021 жылдың қаңтар айында 50% жарнаны толтырдық. Бағалау көрсеткіші өзінің деңгейіне жетті. Сол себептен жыл займға өтініш бердік. Ары қарай біздің өзіміздің несиелік депозитіміз 4,5% есептелініп, 3,5 жылға бізге отбасы банктегі консультант өзіміздің төлем ақы кестесін жасап берді. Енді жас отбасы болғандықтан бір бөлмелі пәтер алдық. Болашақта өзіміздің тұрғылықты жерімізді, үйімізді кеңейту жоспарлап отырмыз. Енді болашақта 3-4 бөлмелі пәтер алу мақсатымызда. Сол себепті қазірден бастап баламыздың атынан депозит ашып, қазірден бастап ай сайын салып отырмыз. Соның негізінде бағалау көрсеткіші көбейеді, және де 4,5% мөлшермен алуға ниеттеніп отырмыз. Енді қазір отбасы банкі өте көптеген мүмкіндіктер ұсынып отыр, түрлі программалар ұсынып отыр. Сол себепті соның барлығын біріншіден тиімді қолдана білу керек. Бізді негізі қазақ халқының қаржылық сауаттылығын көтеру керек. Ол және де үшіншіден менің ойым, сіздер ай сайын өздеріңіздің салымдарыңыз салып отырғаныңыз, өзіңізге кейін үй алатын болсаңыз, өте тиімді пайызбен артық переплатасыз алуға мүмкіндік беретін болады. Әрбір қазақстандық берекелі болсын, баспаналы болсын. Сол себепті қазірден бастап өздеріңіздің қаражаттарыңызды жоспарлап, қазірден бастап отбасы банкінен өздеріңіздің салымдарыңызды жасап отырыңыздар.